Бәріңізге әссәләмағалейкум достар. Бүгін сіздерге Луи Филипп бірінші жайлы айтамыз. Сонымен кеттік. Француз мемлекетінің қайраткері патша француздардың лейтенант генералы Бурбона әулетінің Орелана филиалының өкілі, Францияның соңғы монархы патша атанған алды. Қаржы элитасының мүдделерін көрсетті, тәртіпсіздіктер мен революциялық көңіл-күймен күрескен. Оның тұсында Франция Алжирді отарлады. Халықтар көктемі кезінде құлатылып, елден құлады. Луи Филипп 1773 жылы 6 қазанда Францияның Париж қаласында дүниеге келді. Ол Орелана герцогы Луи Филипп Жозефтің үлкен ұлы болды. Ол Филипп Егалите деп аталды. 1800 жылдан бастап таққа отырғанға дейін ол Орелана герцогы атағын алды. Әкесінен кейін ол өзін революциялық жақтаушысы деп жариялады. Ұлттық гвардияға және Яковина клубына түсті. 1792 жылы Луи Филипп өз атағын бас тартып, әкесінің үлгісімен азамат Егеталының есімін алды. Көп ұзамай ол Франциядан кетуге мәжбүр болды. Скавандия арқылы саяхаттап бірнеше жыл Америка болғаннан кейін ол Англияға көшті. Луи Филипп өзінің заңды егемендігіне бағыну туралы декларацияға қол қойылғаннан кейін бурбондармен татуласу болды. Содан бері олар оған сенімсіздікпен қараса да оған ханзада ретінде қарады. Луи Филипп 1809 жылда Сицилияға көшіп, онда Наполеонның Фредериктің қызы Мария Амалияға үйленді. Испан тәжін алуды армандай отырып, ол Наполеонға қарсы күресте қатысқысы келді, бірақ бұл арман орындалмады. Қалпына келтіруден кейін Луи 19-шы Луи Филиппті гусарлық қолбасшылы етіп тағайындайды, және оған төңкеріс кезінде тәркіленген әкесінің барлық мүлкін қайтарып береді. Оппозиция басшылары көп ұзамай Луи Филиппке назар аудара бастады. Әсіресе бұрын ол мүмкін патша ретінде жиі аталатын, бірақ Луи Филипп өз патшасы үйінде қатысты өзін қатаң түрде ұстады және оның пайдасына барлық қастандықтардан тыс тұрды. Революциядан аз уақыт бұрын 1830 жылы Луи Филипп Парижден кетіп қалады, ал оның достары оны көтермелеуді қажет етпей өз жұмысын жасайды. Депутаттар палатасы оны 1830 жылдың 30 шілдесінде патшалықтың губернаторы деп жариялайды. Кейбір таратулардан кейін Луи Филипп оған ұсталған атақты қабылдайды, ал 7 тамызда тәжді қабылдады. Осы кезден бастап азамат патшасының билігі және сонымен бірге буржуазияның үстемдігін басталды. Луи Филипптің билігі ғылыми-техникалық прогрестің уақыты болды, өйткені Франция өнеркәсіптік революция болды. 1848 жылғы ақпан төңкерісінің нәтижесінде Луи Филипп немересі Париж графтың пайдасында бас тартуға қол қойды, бірақ республика тым кеш жариялады. Луи Филипп тағы да Британияға қашып кетті. Луи Филипп 1850 жылы 26 тамызда британдық Клеморт қаласында қайтыс болды. Луи Филипптің отбасы Луи Филипптің әкесі Луи Филипп Орелана герцогы, анасы Мария Аделина да Бурбон, әйелі Наполеондық Мария Амалия, балалары Фредерик Филипп 1810-1842 жылдарда Орелана герцогы Мелиборси Шеверна Елинасында үйленген болды. Достар, видеоны әлеуметтік желіге таратып, енді келетін видеоны күтеміз. Аман сау болыңыз.